Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лағманның қамырын жасауды көрсетемін. Каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Ең алдымен ұнға жұмыртқа саламыз. Осыны тұзды суға илейміз. Қамырды міндетті түрде қатты қылып илеңіздер. Енді қамырды илеп 20 минутқа салафанға салып қоямыз. Содан кейін тағы да илейміз. 10 минутқа тағы да қоямыз. Енді осы қамырымызды жайып, сұйық май жағамыз. Және видеода көрсетілгендей ұзын қып кесіп шығамыз. Енді қамырдың арғы бөлігін майлап салафанға 10 минутқа қоямыз. Енді осы қамырымыз жұмсарады. Видеода көрсетілгендей қып жасап, табамызға орап шығамыз. Орап шығып 10 минутқа бетін жауып, енді қамырымызды созамыз. Видеода көрсетілгендей қып, осылай жасаңыздар. Қамырымызды соғамыз. Қайнап тұрған тұзды суға 5 минут қайнатамыз. Қамырымызды қайнат болғаннан кейін суық суға салып шығамыз. Себебі қамырымыз жабыспайды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.